Сәлеметсіздер ме балалар? Сауатташу пәні әрпі мен дыбысы. Сабағымызды бастамас бұрын серігіп алайық. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, бұлай ойнат. Бала балапан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, бұлай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, бұлай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, бұлай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, бұлай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтары айбат, бұлай ойнат. Серігіп алсақ балалар, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ұлттық ойындар туралы не білемін? Дыбысы мен әрпі. 3-ші сабағы. Сабағымыздың мақсаты дыбысы мен әрпі тақырыбымен танысуды жалғастырасың. Мәтінді оқисың, сөздердегі дыбыстарды ажыратасың. Балалар, бұл не деп ойлайсыңдар? Иә, бұл менің алғашқы энциклопедиям кітабы. Ал енді бірге оқимыз. Мынау балаларға арналған кітап. Ол менің алғашқы энциклопедиям деп аталады. Кітаптан өзіңе керекті барлық ақпаратты ала аласың. Ал енді бірге оқимыз. Мен эскимостар туралы білдім. Ондай ақпаратты қайдан таптың? Менің алғашқы энциклопедиям кітабынан. Ал бұл суретте балалар, кімдерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, эскимостарды. Ал енді тапсырма. Тиісті нүктелерге немесе әріптерін қойып оқимыз, ойланамыз. Сендер дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бұл жерде кеме, кереге, көмек, электр, эскалатор, экскаватор сөздері болады екен. Жарайсыңдар балалар. Әрпінің баспа түрі мен жазба түрін осылай жазамыз. Келесі тапсырма. Жасырынған қай сөз? Электр шама, кит, ит, піл, аю, жолбарыс. Осы сөздердің алғашқы әріптерін қосатын болсақ, балалар, қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыңдар, экипаж. Ал енді осы сөзде неше дауысты және неше дауыссыз дыбыс бар? Дұрыс айтасыңдар балалар, 3 дауысты және 3 дауыссыз
дыбыс бар екен. Ал бұл суреттегі заттар қай дыбыстан басталады? Ойланып көрейік. Дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Велосипед В дыбысынан басталады. Экскаватор дыбысынан басталады. Аю А дыбысынан басталады. Дирижер Д дыбысынан басталады. Қоян Қ дыбысынан басталады. Телефон Т дыбысынан басталады. Жарайсыңдар. Ал жұмыс дәптеріндегі 109 беттегі бірінші тапсырманы үйде жаза қойыңдар. Ал енді балалар, жетістік баспалдағына назар аударамыз. Егер де саған бүгінгі сабақ түсінікті болса, немесе түсініксіз болса, онда осы 3 баспалдақтың тиістісін таңдаймыз. Тапсырманы орындай алмадым десеңдер, онда төменгі баспалдақ. Егер де тапсырманы жартылай орындадым десеңдер, онда ортадағы баспалдақты таңдайсыңдар. Ал егер де тапсырманы орындап шықтым десеңдер, онда ең жоғарғы баспалдақты таңдайсыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.